Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көңіл күйіңіз қандай? Жақсы. Олай болатын болса, әрбір адамның бойында жақсы қасиеттер болады. Сол жақсы қасиеттерімізді айтып шығарып балар. Кәне, Аида бастай ғой. Мен ақылдымын. Мен ақылдымын. Мен өзіме сенімдімін. Мен спортқа бақылмын. Мен мейірімдімін. Мен жақсы адаммын. Мен әдемін. Мен ақылдымын. Мен тамашамын. Мен күштімін. Мен өнерсүйгішпін. Мен батылмын. Мен ақылдымын. Мен мәдениет. Мен өзіме сенімдімін. Мен шыншылмын. Мен батылмын. Мен еңбекқормын. Мен ақылдымын. Мен адалмын. Мен батылмын. Мен еңбекшімін. Мен кішіпейілмін. Мен еңбекқормын. Мен мейірімдімін. Мен патриот. Мен өнерсүйгішпін. Мен батылмын. Мен кеңпеймін. Мен кеңпеймін. Өте жақсы қасиеттеріңіз бар екен. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты сіздердің алдарыңызға көп отырсыздар. Осыған қазір біз даже қиынды қағаздарды алып, сол орынға жайғасайық. Кәне, бастайық. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызға байланысты Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданған күні 1995 30 тамыз болатын. Олай болатын болса, кәне бейне бар, зейініміз бейне баянда болсын. Қазақ Республикасы Конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары мен бостандықтарына кепілдік беруге, өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Конституция латын тілінен аударғанда құрылым, сұмба деген мағынаны білдіреді. Былайша айтқанда мемлекеттің іргесі немесе діңгегі, ата заң мемлекеттің басты құжаты. Оның бірінші бабында Қазақстан заңнамасы құқықтық әлеуметтік мемлекет деп жазылған. Басты құндылығы адам. Дәл осы құжат сіздің құқықтарыңыз бен бостандығыңызға кепілдік береді. Кез келген әділетсіздікке ұрынғанда араша түсетін, зұлымдықтан қорғайтын да осы құжат. Онсыз ешбір мемлекет ел санатына жатпайды. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бізге бүгінгі өмір шындығымен және алдағы уақытпен бірге қадам басып, өткен ұрпақтың іс тәжірибесімен жақын болашаққа деген сенімді жинақтаған негізгі заң қажет. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы неліктен Қазақстан өзін демократиялы, зайырлы және құқықтық мемлекет ретінде жариялайды. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екенін дәлелдейміз. Бірінші топ сіздерге, мемлекет тобы сіздерге тапсырма Қазақстан Республикасы Конституциясының құрылымы негізге ала отырып, кестені толтырамыз. Сіздердің алдарыңызда мынандай кесте берілген. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет және осыны дәлелдеп мазмұн мен мысалдар келтіріңіздер. Жақсы балалар, бірінші топта сіздерге сәттілік. Екінші топ сіздерге мынандай тапсырма Конституция тобына мынандай тапсырмалар Қазақстан Республикасының 27, 34, 38 баптарын талдаймыз. Іске сақтаулар. Үшінші топ сіздерге Қазақстан Республикасына Конституцияға сүйене отырып 10-39 баптарды сондағы Қазақстан Республикасы азаматтарының құқығы мен бостандығына толықтай тоқталып кететін боламыз. Жақсы балалар, бұлай болатын болса, жұмысымызды бастайық. Жұмысымыздарға жалғастырамыз. Мемлекет тобы сіздерге берген тапсырма бойынша, кәне Қазақстан Республикасы құрылымының, конституциялық құрылымының негіздерін анықтап, кестені толтыру керек болатын. Олай болатын болса, кәне бірінші Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Айта отырайық. Мемлекеттеріміз барлығы теңдерінде, яғни бүкілі бірдей болады. Яғни бірінші орында адамның бостандығы құқығы тұрады. Жақсы, рахмет. Арай, Нүрмен жалғастырыңыз. Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Қазақстан Республикасы біздің президенттің басқаруына алған бір тұтас мемлекет. Конституцияға сәйкес біздің елде әр адамның өмірі, құқығы, бостандығы немен қорғалады? Заңмен қорғалады. Бұл қазынасы ел және де зайырлы демократиялық құқықтық мемлекет. Жақсы. Зайырлы унитарлы мемлекет Қазақстан Республикасы қандай мемлекет? Бір тұтас мемлекет деп атамыз, унитарлы зайырлы мемлекет деп атамыз. Кәне, айта ғой.
Балалар, олай болатын болса, екінші топ конституция тобы сіздерге мынандай тапсырма берілген болатын. Қазақстан Республикасы Конституциясының 27, 34 және 38 баптары бойынша сөйлеу керек болады. Кәне, олай болатын болса, 27 бапта Қазақстан Республикасы не туралы жазылған? 27 бап. 27 бапта некенің жариялау құқығы туралы жазылған еді. Ол ерлі-зайыптылар мен ерлі-зайыптылардың арақатынастардағы мәселелер жазылған. Дұрыс. Және неке отбасы ненің қорғауында болады? Мемлекеттің қорғауында болады. Жақсы. Олай болатын болса, ары қарай 34 бап бойынша. 34 бап. Әркім Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абырой мен қадір қасиетін құрметтеуге міндетті. 38 бап. Қазақстан Республикасының 38 бабы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтау және табиғат байлықтарын ұқыпты ұстауға міндетті. Жақсы. Тағы толықтыратындарыңыз бар ма? Қазіргі кезде осыған байланысты көптеген заңдарда өзгерістер болып жатыр. Сондықтан да қазір тағы да ойларыңыз болса, толықтырыңыздар келесі тапсырмаға дейін. Жақсы. Үшінші топ сіздерге құқық тобы. Балалар, олай болатын болса, біз қорытынды бөлімге де келіп қалдық. Бүгінгі сабақтан біз не білдік, нені үйрендік, әлі алда уақытта нені білуіміз қажет еді. Сол бойынша қана ойымызды жинақтап, кері байланыс жасап жіберейік. Жақсы. Бастай қойыңыз. Әркімнің аз-ғана бостандығының құқығы бар. Оны заңмен шешуге болады. Демократиялық мемлекеттің санаттық ерекшелігі республика мемлекеттік қызметке араласуына рұқсат етілген және оны шешуге болады. Жақсы. Және Қазақстан Республикасы сонымен балалар, неліктен Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы, құқықты және әлеуметтік мемлекет ретінде дәлелдеді? Конституция Қазақстанда байқұс болып жатқан кезде олардың әртүрлі даму жолдарын ойластыра және ары қарай уақыт сайын жаңарып келетінін біз көріп жатырмыз. Қоғамдардың көбісінде мемлекеттің ол қоғамға қатысы жоқ және оның ісіне өз несіне қоспауы керек. Ол қоғамдарда адамдардың өздерінің меншігі, жеке меншік және мемлекеттің меншігі болады. Солар арқылы олар өзінің жаңа жақтарымен ашылып, бізге жаңа заңдармен уақыт береді. Сіздерге құқық, яғни біз жалпы бүгінгі сабақта Қазақстан Республикасы қандай мемлекет екенін, нені білдік, нені үйрендік, әлі нені білуіміз қажет. Жалпы адамның құқығының бостандығы туралы ойларыңызды қайталап кетсеңіздер. Бүгінгі сабақта мен 10-шылар және 30-шылар туралы білдім. Әр адамның нәсіліне немесе ұлтына қарай кемітуге, немесе оны қорқытып, қорғау сөз айтуға құқысы жоқ. Әр бір елде тұрғаннан кейін оны қорқытуға бір ұстасып, тәуелсіз мемлекеттер бірге біріккен ұйымы болып тұрған дұрыс. Қағиданы қажет. Олар адам құқығы мен бостандығын шектелген жағдайда сізді заңмен қорғауға. Құқықтық мемлекеттерде адамның құқығы ең басты жоғары құндылық болып табылады. Жақсы, өте жақсы. Рахмет. Тағы Нұрай, тағы қосатыныңыз болса, сіздің ойыңызша жалпы адамның құқығы бостандығы бүгінгі сабақта нені білді? Бүгінгі сабақта әр адамның құқығын шектеуге болмайды, әр адамның құқығы заңмен қорғалатын болады. 10-30 бапта нақты айтылған мәжбүрлеуге немесе адамды қинауға болмайтыны туралы. Оған әртүрлі заңдар бар, сол арқылы оларды жасайды. Жақсы. Рахмет балалар. Балалар, олай болатын болса, біз үйге тапсырма Қазақстан Республикасы азаматтарының міндеттері мен құқығы туралы эссе жазып келеміз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет балалар. Алдағы уақытта Қазақстан Республикасының еліміздің Конституциясын әрбір азамат және азаматшалар міндетті түрде құрметтеп, қадірлей білуі қажет. Бейбіт өмірде өмір сүруде бәрімізді балалар болашақта жарқын
болсын. Рахмет сіздерге. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.